Саламатсыздар ма? Бұл бізде 7-ші класс информатика 4-5-ші тақырып кірістірілген шарттарды программалау. Шарт тақырыбын өткен сабақта бастаған болатынбыз. Бүгін соның жалғасы кірістірілген шарттар. Жалпы шарт тексеру операторының құрамында екінші шарт тексеру операторы қолданылса, онда мұндай шарт тексеру кірістірілген шарт тексеру деп аталады. Яғни бір шарттың ішіне екінші бір шарт қолданатын болсақ, оларды кірістірілген шарттар дейміз. Оның қолданудың үш нұсқасын қарастыратын боламыз. Бүгінгі сабақта мінекей мысалдар көрсетілген. Бірінші нұсқасы: а саны беріледі, қандай да сол санның оң немесе теріс екендігін анықтау керек. Оң болса 1, теріс болса -1, 0-ге тең болса 0 деген жазуларды шығаруымыз керек. Мінекей программа кодын мен жазып қойдым тексеру үшін. Мінекей оң сан береміз, мысалға 4 десек 1, одан кейін теріс сан береміз, -5, -1 шығады. Және де 0-ге тең сан берейік, 0, мінекей 0 орындалып тұр. Жақсы. Келесі екінші нұсқасы, кірістірілген шарт қолдану екінші нұсқасында а мен б сандар беріледі. А сан 0-ден артық болса және екі санның айырмасы 0-ден артық болса, онда мінекей шартта қарап тұрсаңыздар, онда екі санның айырмасын шығарады, алынысын. А 0-ден кем болса, экранға оның квадраты шығу керек. Ал әйтпесе, олар екеуі қосылу керек. Енді соның біз программасын қарастырайық. Мінекей, екі сан беріледі бізде, А және Б. Енді орындауға жіберейік. Мысалға, екеуі де бізде оң сандар болса, А 0-ден үлкен, мінекей екеуінің айырмасы да 0-ден үлкен болса, онда екеуінің айырмасы шығады. Ал екінші тағы бір шартын тексеріп көрейік. Мысалға, 0-ден А үлкен, бірақ та айырмасы 0-ден үлкен емес. Ол кезде екеуінің қосындысы шығады. Ал егер үшінші түрін тексеріп көрейік. Үшіншіде бізде квадрат шығу керек. Егер 0-ден кіші болса, -2 десек, және де 4 дейік. Онда бізде мінекей 4 деген шықты. А -2 ғой. Сондықтан да ол келесі шарт орындалмайды. Бізде 1-ден А-ның квадраты шығады, 4 деген. Орындалып тұр осылай. Жақсы. Келесі үшінші түрі бізде А саны және Б саны, екі сан беріледі. Міне, жұп не тақ екенін анықтау керек бұл жерде. Енді орындауға жіберейік. Мінекей үшінші шартты да жазып қойдым. Мінекей А саны егер жұп болса, онда Б саны тексереді. Б саны тақ болса ғана екеуін көбейтеді. Әйтпесе екеуінің қосындысы шығады. Енді орындауға жіберейік. Бұл жерде мысалға А саны бізде жұп болу керек, 4-ті берейік. Б саны тақ болу керек, мысалы 5-ті берейік. 20, екеуінің көбейтіндісі. Ал басқа жағдайда мінекей А саны мысалға тақ болсын. А саны тақ болса, бізде ештеңе шықпайды экранға. Мінекей 0. Ал және де бізде қосындыны шығару үшін мінекей А саны жұп, Б саны да жұп. Сол кезде екеуінің қосындысы шығады. Бізде мына шарт орындалып тұр. Жақсы. Келесі бізде мінекей мына шартты программа кодын тексеріп көрсеңіздер болады. Енді сіздерге тапсырма. Осыны жазған кезде бізде қандай нәтиже? Мінекей А 8 болса, Б 5 болса, С 3 болса қандай нәтиже шығады? Осыны тексеріп көріңіздер. Енді тапсырмаға көшейік. Бірінші тапсырма: функция мәнін есептейтін программа құрастыр. Құрастырған программаға кірістірілген шарттарды қолдану қай нұсқасына жатады? Енді бұның да программа кодын жазып қойдым. Мінекей x бізде беріледі. X input. Егер x 0-ге тең болса, ортасын алдық. Мана бірінші шартымызға ұқсас. Қарасаңыздар, 20-ға тең болады. X 0-ге тең болса. Әйтпесе, x 0-ден үлкен болса, x-ті 100-ге қосамыз. Әйтпесе, екінші шартымыз x 0-ден кіші болған жағдайда оны жазудың керегі жоқ. Онда оны квадраттаймыз. Енді орындауға жіберіп көрейік. Мінекей мысалға x бізде 0-ге тең. Онда 20 шығып тұр. X бізде 5-ге тең. 105 мінекей шығып тұр. Үшіншісі x бізде
минус 5-ке тең. 25 шығып тұр квадрат. Болды, орындалып тұр. Келесі есеп. Екінші тапсырма. Кестірген шарттарды қолданудың блок схемаларын құрастыр. Кестірген шарттың бірінші нұсқасы, қолданудың блок схемасы. Екінші, үшінші барлығының блок схемалары керек болады бізге. Енді мінекей блок схемасын біріншісін жазып қойдым. Бірінші есептің блок схемасы. Манағы біздегі мына есептің блок схемасы, қарасаңыздар. А басы болады және блок схемада соңы болады, міндетті түрде. Одан кейін бізде орындалатын А инпутымыз кетеді. Енгізу. Одан кейін шарт бізде шаршының ішіне жазылады. Егер шарт орындалса, осы шарт орындалса, А 0-ге тең болса, иә дейді. Бірінші операторымыз бірден орындалып кетеді. 0 деген шығады мына жердегі принт. Әйтпесе, бұл орындалмайтын болса, 0-ге тең емес болса, кірет шарттың ішіне екінші шарт орындалады. А 0-ден үлкен ба? 0-ден үлкен болса, иә дейді. Принт 1 деген нәтиже шығу керек. Ал 0-ден кіші болған жағдайда принт -1 деген шығу керек. Мінекей блок схемасы деген осындай. Енді қалған блок схемаларды өздеріңізге тапсырма орындайсыздар. Дәл осындай блок схемаларға қарап отырып, шарттар бізде шаршыға жазылады, операторлар төртбұрыштың ішіне жазылады. Так, енді ары қарай біздер жалғастырайық есебімізді. Үшінші есеп тапсырма. Пи саны берілген. Пи саны 0-ден үлкен болса, онда санның кубы. Так, 0-ден кем болса, онда к-ның қос. 0-ге тең болса, онда z-ін азайт дейді. Енді бұл бізде үшінші тапсырмамыз. Мінекей PKZ map input алдық. Енді қарасаңыздар, мінекей k үлкен болса 0-ден кубтаймыз. Және else екінші шартымыз кетеді. P 0-ден кіші болса қосамыз, әліппесе азайтамыз. Енді орындауға жіберейік. Мінекей біздегі мысалды енгізген кезде -8, 15, -6. Мінекей 7 деген нәтижені шығардық, дұрыс. Келесі есебіміз төртінші. Так, төртінші есебіміз біздің мінекей input txt мәтіндік файл аралас бос орындармен ажыратылған А, Б, С бүтін сандар берілген. Кестірген шарттан қолданып 3 санның кішісін табатын программа құр дейді. Бұл жерде мәтіндік файлға txt мәтіндік файлға жазылған, бірақ мен оны бірден сіздерге мынадай нұсқасын көрсетіп отырмын. Pythonда бірден орындалатын. А үлкен болса Б-дан, С-дан онда А-ны шығарады. Б-да дәл солай екінші шартта. С-дан үлкен болса, және де үшінші шартымыз, егер керісінше болған жағдайда, оған шарттың жазудың керегі жоқ, С орындалады деген сөз. Мінекей тексеріп көрейік. Бұны сіздер тексттік файлға салып орындап өздеріңіз көріңіздер үйден. Так, 45, 17, 29. Мінекей 45 орындалды. Так, енді сіздерге тапсырма осының максимумын табатын программа кодын құрастыру керек сіздер. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.